İman деген Алла Табарака ва Тағаланың шариксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына уақар, неге бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын сұнып, инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі, не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығын ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испат қыларға жараса, мұны якини иман десе керек. Екінші кітаптан оқу бірлән яки молдалардан есту, бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық беріктік керек. Біреу өлтірем деп қорқытса да, мың кісі, мың түрлі іс көрсетсе де, соған айды. Көңілі қозғалмастай, берік боларға керек. Бұл иманда иман таклиди дейміз. Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек екен. Якини иманы бар деуге ғылымы жоқ, таклиди иманы бар деуге беріктігі жоқ. Я алдағанға, я азғырғанға, я бір пайдалағанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ деп, я өтірікті шын деп ант етедіғын кісіні не дейміз? Құдай Тағала өз сақтасын. Уа әр нешік білмек керек. Жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында ешбір пенде Құдай Тағала кеңшілігімен кешет тағды емессің. Уа әр нешік білмек керек. Жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында ешбір пенде Құдай Тағала кеңшілігімен кешет тағды емессің. Аның үшін Құдай Тағаланың ғафуына яки пайғамбарымыздың шафағатына сыймайды. Уа мүмкін емес. Қылыш арасында серт жоқ деген жалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрсын.